Енді бірден үкіметіне толықтай өзгеріс қажет емес деп мен барлығына бірдей айта алмаймын, бірақ өзіміздің комитет қарайтын әлеуметтік салаға үлкен өзгерістер керек деп ойлаймын. Балалардың құжаттарын дайындайды, құжаттарын қабылдайды, лагерге баратын, бармайтындарын есептейді, барғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мынау ерекше балалармен жұмыс істейді, үй жағдайындағы балалармен жұмыс істейді, мектептерді үйлерді аралайды, арнайы тізім жасап, осының барлық әлеуметтік педагогқа келеді. Бір әлеуметтік педагогқа 1000-2000 баладан келіп отыр. Осының бәрі үшін алған айлығы 118 мың теңге. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында жалпы саны 113 мың маман бар екен. Бәрін есептеп шықсын ресми. Соларға жалақысын жаңа 118 мыңнан 150 мыңға көтерсек, бір жылға бюджеттен қосымша кететін шығын 55 миллиард теңге. Меніңше ол түкке тұрмайды білім саласы үшін. Мынау еден жуатын, аула жаңа сыпыратын азаматтардың айлығы да түкке тұрмайды. Иә, оларды биылғы жылы 2 есе көтереміз де 100%-ға. Соның өзінде мен біздің еліміздегі мен үнемі айтатын ертегі сәйкес келетін өтірік статистикаға сүйенетін орташа жалақыны айтпайын 400 теңге. Медианалық жалақы 231 мың теңге. Соның өзіне жетпей қалады.